Осыдан бірнеше күн бұрын Қайрат Нұртас туған інісі Заңғармен бірігіп My Universe атты су жаңа композициясын тыңдармандардың назарына ұсынған еді. Ағылшын тілінде жарыққа шыққан туынды барша халықтың назарын өзіне аудартты. Енді олар оған бейнебаян түсіруде. Бұнда мен қазақша, арасында ағылшынша, Заңғар рэп оқиды. Мінеке сондай бір жаңалықпен тағы да халыққа паш етпекшіміз. Айтпақшы бұл Заңғардың дебюттік жұмысы. Өйткені жас жігіт бұрын соңды сахнаға шығып көрмеген. Заңғар басқа да жұмыс істей алады, Аллаға шүкір. Өзі боксер, спортсмен айтқанда. Әндері қоса алып жүрсін деген ойымыз бар. Құдай қалса, енді не дегенмен әкесінен тараған бір үні бар. Сондықтан халықтың көңілінен шығып жатса, неге шықпасқа? Бұл Қайрат Нұртастың Мусан Entertainment ұжымымен түсірген үшінші бейнебаяны. Сондықтан да түсірілім барысында еш қиындық болмады. Керісінше бәрі оңай өтіпті. Менің көңілімнен өте қатты шықты. Бұл мен бірінші өлеңім. Осы жердегі жалпы съемочный площадкадағы атмосфера өте қатты ұнап жатыр. Барлығы бірге, бәрінің көңіл күйлері өте жақсы. Бейнебаян сюжеттік болады, бірақ Қайраттың осыған дейін түсірген жұмыстарына қарағанда мүлдем өзгеше. Бейнебаянның сюжеті бар, кішігірім. Осы қалалық махаббат деген секілді. Бірақ оны қазір айта кетсе қызық болмайтын секілді. Қайрат онымен қоса продюсерлікті де қолға алуда. Ол жақында Заңғарды жеке әнші ретінде сахнаға шығарып, көрерменнің назарына ұсынбақ. Мен де осы Заңғар сияқты бастағам, бірақ менде трек болған жоқ, менде аға болған жоқ. Қайрат Нұртас деген. Осы енді қолымда күшім бар кезде үнімді көрсетіп қалайын. Мүмкін халыққа ұнап жатар. Ал бейнебаянды қашан көре аламыз? Сәл күте тұрыңыздар, тез шығады, Алла қаласа, осы бір-екі аптаның ішінде. Олай болса, күтіңіздер, Заңғар мен Қайрат Нұртастың су жаңа жұмысын жақын арада Гәкку арнасынан тамашалай аласыздар.